Бүгін бізде жаңа жылдық ерекше осындай шырша тортымызды дайындайтын боламыз. Опипай торты. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа және қант қажет болады. Жақсылап әбден ерігенше миксерлейміз. Содан соң шоколадымызды құятын боламыз. Мен водяной ваняда шоколад пен майды ертіп алдым. Жақсылап осылай араластырасыз миксерлеп. Содан соң ұн, разрыхитель какаоны ситадан өткізіп, бөліп осылай миксермен араластырып боламыз. Жақсылап араласқаннан кейін оны мешокқа құйып аламыз. Яғни менде шыршаның формасы шығу үшін осылай маған ыңғайлы. Содан соң пергамент қағазға мен шыршаның суретін салып алдым және соның ізімен осылай құйып шығамыз. Ешқандай да ағып кетпейді, өзінің формасын ұстап тұрады. Осылай ортасын барлығын толтырып, лопатканың көмегімен тегістейміз. Содан соң қызып тұрған пешке саламыз. Қызған пеште тез көтерілетін болады және аузын ашпайсыз. Піскеннен соң бірден аласыз. Сол кезде көтерілген воздушный осындай корждар дайын болады. Піскен корждарымызды осылай бір-біріне бірдей қылып, артық жерлерін кесіп аламыз. 4 корж шықты. Менде 4-еуінде осылай өлшеп алдым. Содан соң кремін дайындадым. Менде крем чиз бен сливкидан жасалған крем. Содан соң осындай формада әдемілеп тортымызды жинайтын боламыз. Бірінші коржды қоямыз. Содан соң дайын болған кремді осылай салып алдым. Опипайдың насадкасымен әдемілеп шарик шығарып шығамыз. Осындай қылып барлығына толықтай өзінің формасымен жүргізе отырып жинайтын боламыз. Ортасына да крем жағып тегістейміз. Бір тегіс болғаннан кейін екінші коржды оған да дәл осындай қылып шариктің формасын осылай жағып, болмаса капелька қылып әртүрлі қылып салуға болады. Қалай салса да жиегінен әдемі көрінетін болады. Одан кейін үшінші, төртіншісін салып шығамыз. Және ең үстіңгі бетінде осылай капелька етіп дайындап шығатын боламыз. Менде оформление жасалған торт. Мен осылай жаңа жылдық торт болғаннан кейін әртүрлі посыпкалар сеуіп, клубника, йока деген сияқты әртүрлі формочкаларды қойып шықтым. Менде осындай ең әдемі шырша тортымыз дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл өте оңай және әдемі торттардың бірі.